Атырауда 7 жастағы қызына азғындық жасаған өгей әке 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Қылмыстық іс мамандандырылған ауданаралық сотта жабық есік жағдайында қаралды. Сот таратқан ақпаратқа сәйкес ерлі зайыптылар алдымен Атырау қаласында тұрып, кейін Алматыға қоныс аударыпты. Алғашқы азғындық жасаған кезде қыз бала 7 жаста болған. Бірнеше жылдан соң отбасы ажырасып, анасы балалармен Атырауға оралыпты. Соңынан іздеп келген күйеуі соңғы сексуалдық сипаттағы әрекетін 2020 жылы жүзеге асырған деді. Анасы қызынан сұмдық жайтты естіген бойда құқық қорғау органдарына шағымданған. Басы сот талқылауында 1984 жылы туылған сотталушы өзінің 2007 жылы туылған өгей қызын 2013-2020 жылдары аралығында 4 рет өзге де сексуалдық әрекеттерін жасаған. Соттың үкімімен сотталушы кінәлі деп танылып, осы бап бойынша оған 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сондай-ақ өмір бойына кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу құқығынан айырған. Судья азғын әкенің бұрынғы некеден бір баласы, ал жәбірленіш отбасында кәмелетке толмаған 3 баласы бар екенін ескеріпті. Жазасын ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ дейді. Азғын өзінің кінәсін мойындамай, толық ақтауды сұраған. Сот қасақана аса ауыр қылмыстық әрекет сараптама қорытындыларын бейнежазбалармен және WhatsApp қосымшасындағы хат хабарлармен толық дәлелденген айтты. Дегенмен екі тарапты үкіммен келіспейді.